Ұстаздар, естеріңізде ме? Министр Ғани Бейсенбаев былтыр сынып жетекшілердің үстемақысы 3 есе өседі деп бәрімізді қуантып қойған еді. Ол тіпті 2024 жылы мұғалімдердің алдында президент келісті деп сүйіншілеген. Бірақ әлі күнге дейін сынып жетекшілердің үстемақысы ешқандай қосылған жоқ. Біз журналист ретінде Тізгін кз редакциясының атынан осы мәселе жөнінде ресми сауал жолдадық. Министрден нақты осы қыркүйекте үстемақы өсе ме жоқ па, неге қосылмай жатыр, себептері бар ма, соны сұрадық. Ал министрліктен бізге осындай қысқа ғана жауап келді. Жауапқа сүйенсек, бұл мәселе республикалық бюджетте талқыланады екен. Яғни оның қашан қарастырылатыны, қашан күн тәртібіне қойылатыны нақты атап көрсетілмеген. Яғни осы қыркүйекте үстемақы 3 есе көбейеді деп айта алмаймыз. Министрдің уәдесі әлі сөз жүзінде қалып отыр. Достар, осы және өзге де ақпараттар жөнінде құлағдар болғыңыз келсе, Тізгін парақшасына жазылып, лайк басып, пікір жазып отырыңыздар.